Қайырлы күн, құрметті Ғани Бектайұлы, қонақтар, ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. Ұлттық құндылықты ту етіп ұстап, заманауи бағытта білім беретін Қаныш Сәтпаев атындағы нөмір 61 мектеп лицейіне қош келдіңіздер. Лицейіміз жаңа заман талабына сай, оқу тәрбие ошағы ғана емес, жаратылыстану бағытындағы бәсекелестікке қабілетті ұрпақ тәрбиелеп жатқан білім ордасы. Осындай білім ошағы қазақ ғылымына үлес қосқан Қазақстан ғылым академиясы ұйымдастырушысы әрі тұңғыш президенті академик Қаныш Сәтпаев атында болу біз үшін үлкен құрмет. Биылғы жылдан бастап қазақ ғылымының атасы академик Қаныш Сәтпаевтың туғанына 125 жыл толуына орай лицейімізде ауқымды іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Соның бірі Алашардағы Қаныш Сәтпаевқа арналған мұражай кешенін ашу жоспарланған болатын. Жалпы мұражай өткен мен келешекті жалғастыратын мәдени кешен дейтін болсақ, ғалымның өмірін, жүріп өткен жолын, еңбегін шынайы өз көздерімен тамашалау оқушыға ерекше әсер. Рухани азық, патриоттық рух берері сөзсіз деп ойлаймыз. Өз заманның таутылғасы атанған Қаныш ағамызға арналған мұражай кешенінің ашылу салтанатына куә болғалы отырсыздар. Мұражай кешенінің ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрі Бейсенбаев Ғани Бектайұлы, Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаты Қаныш Сәтпаев халықаралық қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы академик Алтынбек Нұхұлы, Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Жарқынбек Амантайұлы, Астана қаласы мәслихатының төрағасы Каналимов Ерлан Ермекұлы, Астана Алматы қаласынан Қаныш Сәтпаев атындағы мемориалдық музейінен және Қазақмыс корпорациясынан арнайы делегация өкілдері қатысып отыр. Барлығымыз мұражайды ашпас бұрын академик қазақтың тұңғыш антропологы Ораза Усмағұлов ағамызбен видео сұхбатқа шықсақ. Сіздер Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 125 жылдығын тойлайын деп отыр екенсіздер. Өте орынды, құтты болсын, барлығымызға береке әкелсін. Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың ерлігі Қазақстан жеріндегі барлық химиялық элементтерінің барлығын дәлелдеп, оны халқымыздың игілігіне сұнып отыр. Сонымен қатар палеонтологиялық зерттеулерге қарағанда бұл жерлерде бұдан 5000 жыл бұрын алғаш мекендеген адамдардың сүйектерін тауып, сондағы 30% ерекшелігінің бүгінгі қазақтар сақталып қалғанын айғақтап отыр. Бір жерден қолынан ем шығарып сыйлай білейік. Қалға елімізбен жерімізде қазақ алғашқы рет мекен еткен жері ясы қылды. Оны бәделеп өмір сүрген жері осы Қазақстан жері. Сондықтан барлығымызда бір ауыздан бір тілекте болғанымыз орынды деп санаймын. Осы орайда алғашқы құттықтау сөз кезегі Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрі Бейсенбаев Ғани Бектайұлына беріледі. Бүгін өте бір керемет атаулы іс-шарада бас қосып отырмыз. Расында біз өзіміздің ұлы тұлғаларымызды түгендеп қоймай,
ғибрат етіп, сол бүгінгі ұрпақтың ой түзер, бойтұмар ретінде Қаныш ағамыз сияқты, Қаныш Сәтбаев сияқты ұлы тұлғалы азаматтарға елікпей отырып, сол ағаларының, аталарының ізбасар келешек біздің жастарымыз да ұлы істерге үлкен түрткі болар, шабыт берер, үлгі болар деген ниетпен бүгін бәріміз осындай бір ғажап іс-шараға бас қосып отырмыз. Жалпы бүгін мен Қаныш Сәтбаевтың өмір жолына немесе оның жетістіктеріне тоқталмай-ақ қояйын, өйткені бұл мектеп оқушылары да, мұғалімдері де, бүгін жиналған жұрт та оны менен артық білмесе кем білмейді деп ойлаймын. Тек қана айтарым, осындай керемет ұлы тұлғалы азаматтарымыздың осы іспеттес азаматтар, іспеттес осы мектептен де Қаныш атасындай ғалым, Қаныш атасындай әлемге әйгілі тұлғалы азаматтар болсын деп тілегім келеді. Бұна керемет іс-шара деп есептеймін. Жалпы бұл музей болып қалмауы керек. Тек қана кіріп, тамашалап, тарихымен танысатын бұл расында тұлғалы азамат болу үшін, еліне, халқына, ұлына қызмет ету үшін қандай болмақ керекті үлгі тұтатын, бойына сіңіруге мүмкіндік беретін үлкен бір рухани орталыққа айналуын тілер едім. Себебі Қаныш Сәтбаевтың бүкіл тарихын, оның бүкіл мынау жәдігерлерін көре жүріп, ертең осы Қаныш аталарындай із қалдырар азаматтар осы Астанада және елімізде, осы мектепте көп болсын деп тілеймін. Құттықтау сөз Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаты, Қаныш Сәтбаев халықаралық қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы академик Алтынбек Нұхұлына беріледі. Қадірлі қауым, шәкірттер, бүгін шынында да тарихи күн. Себебі осы біздің елордамыздың елорда болуын 1948 жылы академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың алғашқы ұсынысы болғандығын кезінде ел басшылары айтып, ол тарихқа жазылған күн екенінде белгілі болатын. Міне енді сол елордамызда ең алғашқы мұражай ретінде 61-ші мектеп Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы мектепте мұражайдың ашылып жатқандығы. Және осындай мұражайда бірге үлкен сол Қаныштың шәкірт ретінде санаулы да мүмкін жаңа ғана сөйлеген Оразақ ағамыз. Оразақ Смағұлов бұл Қанышты шәкірті ғана деген сөз емес, қазақ халқындағы антропология саласындағы тұңғыш ғалым деп санаймыз. Себебі 1958 жылы Қаныш Имантайұлы қазақ халқының тегін дәлелдеп шығатын азамат сен болды батасын берген екен. Сол батаны орындап шыққан жаңа 93 жастағы Оразақ ағамыз. Ол кісі бүгін қуанады деп ойлаймын. Әрине өзі келгісі келді, бірақ жүре алмағандықтан осындай болып жатыр. Қазір өздеріңіз көресіздер, міне екі тас ашылады. Біреуі сол Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың сөзі болса, екінші академик Оразақ Смағұловтың сөздері. Бұл сөздердің терең мағынасы бар деп ойлаймын. Себебі әрбір шәкірт оқыған сайын өзінің қазағын, елін қалай сүю керек, жерінің нағыз біздің шынайы патриот болып өсуіне әрбір сөзі әсер ететіндігіне дау жоқ деп өзім сондай түйінге келгім келеді. Енді бұндай шараны жаңа оқу-ағарту министрі құрметті Ғани Бектайұлы керемет сөздермен ашып беріп отыр. Алдыменен рахмет айтқым келеді. Себебі министрдің осындай шәкірттердің ортасында келіп, мынандай Қаныштың рухына бас июі, ол әрбір қазақ үшін, әрбір азамат үшін үлкен абырой және ғанибет дүние деп білемін. Сондықтан Ғани Бектайұлына үлкен табыстар тілей отырып, Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың
абыройын тілегім келеді. Осындай күнге азаматтар, жаңағы мәжіліс депутатында Жатынбек Амантайұлы келіп отыр. Қалалық мәслихаттың басшысы Ерлан Қаналимов келіп отыр. Қалалық оқу ағарту басқармасының басшысы қасында келіп отыр. Мен арнайы рахметті тағы да мектеп директорын айтқым келеді. Осының бәріне қаншама жүгіріп жүріп, ашып, осы жұмыстардың бәріне мен жасыратын жоқ, екеуміздің бір-бірімізбен ақылдаса отырып жасалған шаруамызға, соған мұндай ең бастысы Оразақ ағамның алдындағы уәденің орындалғанына мен өзімді бақытты санаймын. Бәріңізге көптен көп рахмет. Бастарының ашылу рәсіміне көшейік. Атындағы нөмірі 61 мектебінің кейін директоры Омарханов. Келесі кезекте Қазақстан Республикасының Мәжілісінің депутаты Жатынбек Амантайұлына беріледі. Сіздерді Қаныш Сәтпаев атындағы Марин Бектайұлы, Астана қаласы мәслихатының төрағасы Қаналимов Ерлан Үйірмекұлы қиясын болады. Баянауыл ауданында Имантай бидің отбасында дүниеге келеді. Қаныштың есімін елге сыйлы Құрмантай абыз қояды. Қадірменді Емеке дейді ол. Абыз ауыл есіміне қарап. Баланың есімін ел билейтін болыс, я бек, мұрзасынды балама есімге байламаймын. Атыстар үлкенін Ғабдулғазизге ұқсатып Ғабдул қоямын. Жадаға жабы қол емес, еңсесі биік, һәм мәртебелі құлатансын деген ниетпен Ғабдулғани атаймын дейді. Баланың бетін ашып, мейірлене иіскеп, құлағына тақалып. Ей, бейкүнә балақан, бұдан бұлай сенің есімін Ғабдулғани, Ғабдулғани, Ғабдулғани деп 3 мәрте атап, дұғасын оқып, азын қояды. Өз шаңырағындағы осы оқиғаны Имантай би Құран кітабының қалың мұқабасының ашық жеріне бұлай деп жазады. Доны жылында, жаңа есеппен 1899 жылдың наурыз айында, яки марттың 31 жылдызында Жаппар жаратушы Имантай қолына ұл сыйлады. Есімін қасиетті кітаптан қарап, Ғабдулғани деп қойдық деп, тәптіштеп жазып қойған. Әкесі Имантай Сәтбайұлы Омбы қаласындағы Әбдірахим медресесінде 3 жыл білім алып, араб, парсы, шағатай тілдерінде кітап оқи алатындай деңгейде білім алған. Әкесі Имантай ақыл-ойы терең, қазақ халқының ескі тарихын жақсы білген, домбырада жақсы ойнаған аса парасатты жан болған. Анасы Әлима Иса қызы. Ол имандылығымен елге танылған Иса қажының қызы еді. Анасы Әлима Аққұбаның әдемісі, қой көзді, үлкенге де кішіге бірдей сыйлы болған. Қаныштың есімін елге сыйлы Құрмантай абыз қойғанда, анасы Әлима баласын мейірлене иіскеп, Ғаныштай деп атап кеткен. Содан бері барлық ауыл аймағы азан шақырып қойған есімін ұмытып, Қаныш деп атап кеткен. Қаныштың атасы Сәтбай. Сәтбайдан Имантай, Әмін, Жәмін, Зейін атты 4 ұл тарайды. Әбдікәрім Әбікей Зейінұлы, Ғазиз Қаныштың үлкен ағасы Имантайұлы және Әбдікәрім Жәмінұлы. Осы орайда Әбікей Зейінұлына ерекше тоқталып келіп тұр. Әбікей Зейінұлы 1881 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында Қаныш Сәтбаев атындағы ауылда дүниеге келеді. Алғашқы білімін отбасында алып, кейін Семей мұғалімдер семинариясында оқиды. Ол орыс тілі мен әдебиеті және тарих пәнінің мұғалімі. Оқуын аяқтағаннан кейін Павлодардағы Қазақ-орыс училищесінде сабақ береді. Әбікей Зейінұлы Алашорда
партиясының атынан құрылтайда депутаттыққа түседі. Екінші жалпы қазақ съезінде Шура-и Исламға депутаттыққа түседі. Әбіке Зейнұлының кеңес одағы кезінде халыққа білім беру саласында өте көп орасан еңбектер атқарған. Қаныш Сәтпаев өзінің көптеп толтырған анкеталарының бірінде осы ағатайым Әбіке Зейнұлына алғысым шексіз, ол маған үлкен білім жолында көмегін көрсетті деген болады. Шолып қана шық. Енді атын бригадалардың бұлдарын жатқа біледі ғой. Медеу Сәжекен еңбек шежіреге байланысты. Мынау енді мына жерде оқығанымызды қалар еді. Мынау Астанадағы жаңа айтқан ескерткіш. Соның мынау копиясын қадар етеді. Мен автордың бірінші. Деметін санастырып Иә. Скульптураға бар, асқарнарды ескерткіш. Әрі қарай 1911 жылы Павлодардағы екі басқыштың орыс қазақ мектебінде оқиды. Табиғатынан зерек Қаныш 2 жылдық оқу білімді 1 жылда тәмамдап шығады. Әрі қарай 1914-1918 жылдары Шағырғы Жалаев. Қандай керемет колледж. Жезқазғандағы кенішке келеді. Осы Қарсақбайға келіп, бұл жерде көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Мына суреттерден Қарсақбай зауытының 1928 жылы суреттерін көре аламыз. Ал мұнда жаңағы Қаныштың металлогениялық болжам карталарын жасауы, мына жерде металлогениялық болжам картасын талқылау барысы, бұл жерде Жезқазғанға баса назар аударсақ болады. Қаныш Сәтпаев 1930 Ленин ордені. Бере берген ғой Ленин ордені. 4-3-3-ден кейін 4-3-дің берердің алдында Герой соцсырдағы ұсынған екен. Соны Ленин ордені ауыстырып жүрген біздің өзім жақсы көретін достары жат қазірде де сонда. әрі қарай бұл Ертіс Қарағанды каналын Геройдың каналында тарихтан алған жоқ. А геройсыз Қаныш қалды. Маңызды емес бізге. Ертіс Қарағанды каналының сызбасы бұл каналды ашудың маңызы орталық Қазақстанды сумен қамтамасыз ету қажет болған. Академик Қаныш Сәтпаев бірінші хатшы Шаяхметовке хат жолдайды. Болашақта Алматы Астана бола алмайды, Ақмола Астана бола алады. Бірақ Ақмола Астана болса, оған Ертістің суы жетпейді, Есілдің суы жетпейді, Ертіс Қарағанды каналын пайдалануымыз қажет деген. Яғни қазіргі қаламызда болып жатқан жағдайларды жақсы білесіздер. Бұл Қаныш Сәтпаевтың сондай ұлылығының, даналығының аса күрегендігінің белгісі дейді. Жақсынан қараңызшы, сол заманның өзінде алгебра оқылған. Евразия университет шығарды. Қазір жаңада біз 10-тобылдығын шығарайын деп жатырмыз. Соның біреуі кіргізіп жатырмыз. 1642 бет Қазақстан басындағы тарихи үдерістік мұражатына алынған болатынбыз. Қысқаша түсіндірсем, галенит. Галенит бұл немесе оны расында деп те атайды. Галениттің түсі көріп тұрғандарыңыздай қорғасындай сұр және металды жібек болады. Өндіріске қандай пайдасы бар екен? Оны көбінесе қорғасын өндірісінде селен, смут, күміс, мырыш сияқты заттардың өндірісінде қолданады. Қазақстанда Кенді Алтай мен Сарыарқа аймақтарында болады. Малахит. Малахит ол кarbonаттар класына жататын минерал. Оны көбінесе түрлі әшекей бұйымдар жасауда қолданады. Одан бөлек малахит көздің көру өткірлігін сақтауға көмектеседі, әртүрлі буын аурулармен күреседі. Рахмет. Оқушысың ғой? Қайсысы сыртынан қарап тұрсаң жылдарға ұқсап тұр, иә. Бұл жалпы тоқыма өнеркәсібінде фиксация ретінде ғана қолданады. Жалпы өзінің атқаратын қызметі бояғыш ретінде атқарады. Келесі бізде кварц, ол кварц түсті болып бөлінеді, және ол көбінесе ыдыс, берік ыдыстар, яғни оттан, әртүрлі химиялық қышқылдардан қорғанатын әсері бар. Олар жақсы, иә? Харкопирит ең алғашқы минералдардың бірі. Харкопирит тотығып, малахит, азурит және куприт түсе алады. Көмір өсімдіктер қалдығынан жасалған, яғни тұтығы бойынша олар жасалып. Мектеп жақсы, насихат үшін музейде. Сосын Немесе пәндерді қысқарту енді бүкіл мұғалімдермен кездесіп талқылайды.
бәріміз ақылдасуымыз керек. Енді қабылданған дүние ғой, оқу бағдарламалары бекітіліп қойылған 36 аптаға. Енді оны ауыстыру үшін қаншама дүниелер бар. Енді халық бірі түсініп түсінбей жатыр. Бірақ менің кішкене сіздерге айтар ол не дейді? Назым бар. Халыққа түсіндіру керек. Мұғалімдер айту керек. Мен айтып жалғыз өзім түсіндіріп жатырмын. Мұғалімдер білім басқармаларынан бастап түсіндірмейді, айтпайды. Нәрсені шулап жатыр. Айту керек, ата-аналарға түсіндіру керек. Сосын енді маған шағым айтып жатыр бәрін. Мына мектептердің бәрін депутаттардан шығып жатыр. Оқулықтардың бәрін жинап алып сабақ бермей жатыр деп. Мен де мұғалім болған адаммын. Енді соны айту керек сияқты енді бәріміз мұғалімдер шығып айту керек. Кім оқулықты жинап жатқанда? Бірінші Астанадан басталды ғой. 17-ші мектепте. 17-ші мектепте. Қалған директорлар тосылып, үндемеді деген сөз, қолдады деген сөз ғой. Соны шығып айту керек, желілерде түсіндіру керек. Әйтсе мына журналистер ойлайды, министр сұмдық адам екен, жаңағы 25-те көшіп қойды. Мұғалімдер мен оқушыларды шырылдатып жатыр деп. Ашығын айтуымыз керек, дұрыс па, дұрыс емес па. Және мұғалімдер жұмыс істеп жатыр. Мен бәр жерде айтып жатыр. Керемет мұғалімдеріміз бар, директорларымыз бар. Жұмыстың бәрін жасап жатыр, істеп жатыр. Бірақ енді болады ғой. Неге жаңағы құмалақтар. Иә. Бірдеңені білдіреді де, сосын маған келіп сұрақ қойып жатыр. Барлық оқушылар, мұғалімдер кітаптарын жинап алып, не сабақ береді білмей жүр. Сол рас па? Сабақ жүріп жатыр. Жүріп жатыр ғой. Оны қорықпаңдар, шынымен айтыңдар. Егер жүрмей жатса, оны да айтыңдар. Жалпы мен де мұғалім болған кезде біз оқушылар артымыздан жүріп кеткісі келмей, ары қарай оқысы келеді. И каникулға кеткісі келетіндер де болады. Ондай да болады, мұндай да болады. Оны соны жазып қойып жетеді. Әйтеуір хайп жасау керек қой. Бірдеңені іріткі салып, қозғап білдіру керек. Турасын айту керек ондай адамдардың. Олай болмайды. Білім саласын сайқымазаққа айналдыруға болмайды. Киелі ұстаздарға олай жала жабуға да болмайды. Арамызда бар енді. Кейбір ұстаздар бүкіл бәріміздің артымызда былғап жүрген өзінің бейберекет пікірлеріменен жаңағы барлық ұстаздар сондай деген қалыпқа келді. Оған біз айтуымыз керек бәріміз. Дұрыс емес жерін дұрыс емес деп айтуымыз керек. Или қалай? Менікі дұрыс емес болса, маған да айтыңыздар дұрыс емес. Бұлай айтпаса болмайды ғой. Бір ғана жақты айтып, бір-екеу шығады, давай айтыңыз деп бір жақтан біреу қоздырып қояды, ол келіп бірдеңені айтады, қалған ұятты, тәрбиелі ұстаздарымыз үндемей отырады. Ана хайпават жасап, жаңағы министрге айтып табыл керек, бір атаканы жасап. Қоғам тәрбиелеуіміз керек. Біз ағартушылар қоғамды тәрбиелеуіміз керек. Мені қанша ұрып соқса да айтатын бір-ақ сөз бар. Қоғам тәрбиеленбесек, онда біз алысқа бармаймыз. Мына дүниенің бәрінде біз мынандай қаныштарды тудыра алмаймыз. Бұндай ұлы тұлғалар тыныш ортада, киелі, қасиетті ортада ғана дүниеге келеді. Ал шулатып, жалған бір арзан күлкі, ойын, жала жабу, оның барлығына біз ата-аналармен де әңгімелесіп, онда ұят болатындығын айтып көрдік. Қазақта ар, ождан, ұят, намыс деген дүние бар. Біздің кішкене мынау содан кенде азаматтардың сөзі көп тыңдалып, өздері сияқты ұятты арлы азаматтардың сөзі естілмей жүр. Біз шығып айтуымыз керек. Егер менікі дұрыс емес болса, оны да айту керек. Біз қазақ өзі тура айтып, тура үйде туған жоқ деген ұғымы бар адамдармыз, солай емес па? Мен де сынды тыңдауға дайынмын. Кез келген сынды тыңдап, оны өзгертуге, қателесіп жатсам, кешірім сұрауға да дайынмын. Бірақ бұдан хайп жасап, елді дүрліктіріп, ұят жасап, біздің бүкіл ұстаздарымызға, бүкіл оқушыларымызға нұқсан келтіру, меніңше, бұл ұстаз ретінде мен қатты осыны ойланам. Қалай біз? Қайда кетіп бара жатырмыз? Сосын үлкен кісілерді сондайларды қолдаған кезде тіптен ойланам. Бұрынғы ата-бабаларымыз ондай тәртіпсіз адамдарды қамшымен салып кеп жібереді. Тәйт деп. Сондықтан да қазақ не дейді? Әй дейтін әжесі, қой дейтін қожасы болмаса, береке бірлік кетеді. Біз бірігуіміз керек.
кейде біреулер мен бүйтіп жазып алады, сосын барып тиктокқа салып жаңа атақты болғысы келеді, ол болмайды, ұят болады. Солай емес па? Мен де журналистерге айтамын, біз педагог туралы, мәртебесі туралы заң қабылдадық. Солай ғой? Ол үшін біз еліміздегі педагогтардың мәртебесін көтеруге мемлекет қолдап отыр, қаржыны бөліп отыр, президент қолдап отыр, премьер қолдап жатыр. Біздің мұғалімдер барлық әлде де жақсылықтар жасаймыз деп қазір үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Өйткені ұстазын құрметтемейтін мемлекеттің болашағы болмайды. Ал мемлекет біздің ұстаздарды құрметтеп жатыр. Бірақ кейбір адамдар бұдан хайп жасайды. Ал енді педагог мәртебесі деген ол министрден басталмай ма? Мен де мұғаліммін ғой. Ал енді журналистер әдепсіз министрге, бас мұғалімге сұрақ қоятын болса, онда басқа мұғалімдерді не істемей жатырмыз деген сұрақ туындайды да менде. Біз бас ұстазды сыйлай алмасақ, онда басқа ұстаздарды сыйламаймыз ғой. Біз бір-бірімізді сыйлауымыз керек. Ұятты нәрселер бар. Ұятымызды жиюымыз керек сияқты. Соны сіздерге әдейі айтып отырмын. Енді әріптестер ғой түсінеді ғой деп. Біз халыққа осыны дұрыстап жеткізуіміз керек. Мына жас ұрпаққа жеткізуіміз керек осы мәселені. Мен бір лента қиюға үшін де келіп отырған жоқпын. Өйткені Алтынбек мырза өте дұрыс дүние жасап отыр. Жоғалғанымызды тірілтіп, жаңағы жинақтап, мықтыларымызды айтуымыз керек. Әйтпесе ертең айтады ғой, қазақта ешкім жоқ екен, мықты деп. Бізде өте Әл-Фарабидан бастап мықты тұлғалар бар. Біздің ата-бабаларымызға бой түзейтін көп деген, біз соларға бой түзеуіміз керек. Біз Қаныштарды, Әл-Фарабиларды, Абайларды көбейтуіміз керек. Солай біз Қанипа апайларыңыз бар, Бітібаева. Кеше Назипа Құлжанова деген сұмдық мектеп алды даярлықтың біздің қазақтан шыққан қыз екен, соның методикасын қалыптастырған. Ыбырай Алтынсарин ғана емес, Ғұмар Қараш деген ұстаздарымыз бар екен. Рафиға Нұртазинаны ұмытып бара жатырмыз. Мағжан Тасов апайларымызды ұмытып бара жатырмыз. Сондай апайларымызды осындай жаңғыртуымыз керек та, соның ішінде өздерімізді көрсетуіміз керек. Мен әкімдерге айтып жүрмін, неге әр өңірде бір-бір еңбек ері жоқ ұстаздар арасында? Қазақ деген сөздің өзінде еркіндік рухы ақтайды дейді. Қанышты сол заманда айтқан сөз. Әлемнің 36-дан бір бөлігінен бостатып, 800 қазақ халқына ие, қазақ халқы ие дейді. Қазақ деген сөздің өзінде еркіндік рухы атайды. Сондықтан мен әрдайым ашық кездесуге, сөйлесуге дайынмын. Қазір аймақтарды аралап жүрмін, қарапайым мұғалімдерді көріп жатырмын. Қандай керемет мұғалімдер еңбек етіп жатыр. Мен неге көрсетпейміз осы мұғалімдер? Тек қана айқайшыларды көрсетеміз. Сондай бір пікір қалыптаса, бүкіл мұғалімдер бір айқайшы сияқты болып көрінеді. Үндеме жасап жатыр. Сондықтан да мен айтып жатқаным, награда мұғалімдердің артынан жүру. Мен министр келіп, омырауларына еңбек еткен мұғалімдерді өзім келіп тағып беруім керек, олар күтпеу керек. Солай емес па? Министрден бастап білім басқармалары мұғалімдерге қызмет етуіміз керек. Мұғалімдер біздің шәкірттерімізге қызмет ету үшін. Өйткені осылар ертең жаңа сөйлеп тұрған, осылар ертең бізді басқарады, біз кетеміз ғой, зейнетке, Құдай қаласа, 10 жыл болсын, 20 жыл болсын. Қани Бектайұлы, солай емес. Ана ағамыз 93-те дедің ғой, қазір соған суретті жіберсек сіздің суретіңізбен мына жерде. Бірге түсеміз қазір, мұғалім. Бірінші бір түсіп алшы, содан кейін. Солай емес. Оқушылармен бөлек түсеміз қазір. Мұғалімдермен бөлек. Рахмет. Ең оқушылар келсін. Оқушылар келсін. Шәкірттеріміз келсін. Еңбек етсе осы кісілер ме? Осы дайындар. Әрине сіздерге түспегенде кімге түседі. Мен үшін құрмет. Аман болыңыздар. Рахмет, еңбектеріңіз жақсы. Болады. Жоқ, түсін. Неге болып дейсің? Мен өтейін.
точно қылмайды. Жаққа тұрып алыңдаршы. Мен жақында пенсияға кетемін. Министрдің бұйрықшысын Жастарға кетіп қалмаңыз, рақылайды. Кел ағай, өзіңіз қойша. Жоқ, енді еңбек алды екен. İnceneler çıktı, kanarken sorduğu vakti koşatayım. Olay epistollarlık maksatta bir araman bolsundur. Soğutu жүрген gözünde benim hem tek marıqılan şakırdı, Almatı'da. Bana Sertbay Karaken'in de жазбайсın. Onun sonuçumuzu kabıldayız, siz көмектесіңіз dedim. Егемен Қазақстан бетінен жақсы бір мақала оқыдым. Өзіміздің саясаттанушы елге белгілі азамат Ерлан Сайыровтың жазған сөздері. 20-шы ғасырдың бел ортасында қазақ руханиятының, тарихының, әдебиетінің, мәдениетін биік, аса жоғары деңгейге көтерген үш тұлға болатын болса, ол Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев және Әлкей Марғұлан деп жазып өтті. Баянтау, Баянауыл, Баянауға, ежелден атын лайық аялауға, кеп тұрмын топырағына тағзым етіп, келгем жоқ саяхаттап саялауға, тебіренсе ел киесі, жер киесі, адамның елжірейді жан жүйесі. Қолыма қалам алдым қолдай көр деп, қазақтың бұқар жырау әулиесі. Мекені тұлпарлар мен сұңқарлардың, мен дағы бір самғауға іңкәр жанмын. Жырлайын қанышыңды, арысыңды, қабағын жадыратып мұң шалғанның. Зия, ескі күннің елесі жоқ, белгі тұр, қаныш туғанды осы деп, керіліп, созылады самал жұты, ұйқыдан жаңа оянған желесіне. Бүктісіп, бұғып жатыр қоңыр төбе, біледі, өзі ғана не білсе де, ашпа
мәртебелі тұл деді ме Абзатар? Жоқ, биатар перзенті ешкімге құл болмайды. Иә, құлдың мәртебесі биет меселесі де. Ең абзалы бұл шындыңды ғани дейміз. Қысқа, әрі қысқа. Әлде қанштай дейміз бе? Иә, тап солай. Есімі құтты болсын. Қанштай менің. Ұзақ жаса. Мәңгі менің қызығым. Жайнады жүрегі жақсылардың жаралағыш. Жетеді талпынбаса кім бақытқа, үйінде намысы бар, ол жатып ба. Кезекен, иман тәрбие, атқа мінген, дүниеден сәтпай озар бұл уақытта. Шабыттай жыл-жыл деді саңғырынан, жаһанға сәуле шашты жан нұрынан. Қазақтың дара біткен шоқтығындай, жотасы биік тұрды барлығынан. Тік қасып қашанды көп әзір асқа, күреспей өткен күннің бәрі босқа. Тапсырып, аманатын кете барды, тақуа, тарих деген кәрі досқа. Сыр терген қанша сенің дос көргенмен, себебін әр нәрсенің ескерген жөн. Өздері аяғымен жүріп барып, Әуезов, Сәтбаевта Мәскеудерген. Қазағым, жау жоқ деме жарасқында, 5 күнгі талқаншын талас қылма. Секілді бір ұяның балапаны, бірлікке, берекеге жол аштың ба? Қаныштай түзу ұста көштің басын, ұрпағын бір-біріне қас қылмасын. Төсінде аз күн сайран құрғаныңмен, түбінде қара жердің астыңдасың. Аю мен аждаханның қасыңдасың, торғайдай тозып талай шашылғасың. Тіріде сай-салада жүргеніңмен, өліде бір төбенің басындасың. Шыдаған, атысқа да, шабысқа да, көзіне басылды оттай таңыз сала. Үстінде билеушілер толып жатыр, біледі жердің асты
қанышқа. Тамырын танып жердің әр тасынан, кен ашты сарыарқаның ортасынан. Аянбай арпалысы бөлінгенше, түспеді жердің жүн арқасынан. Әлемге мәшһүр болған даналығы, ешқашан ұмытылмас ер алыбы, онымен тайталасқан сабазда бар мекен ғылымда ашқан жаңалығы. Еске алса жетелейді жылдар қалыс, бойына ғұламаның тұнған намыс. Көнеден қалған ескім кен ұшан, қарсақпай мыс зауыты қылған қаныш. Сөзімді растайды ұлы дала, шомылған құдіретті шұғылаға. Төкпесе көк тәңірі көктен шуақ, киелі қаратасы жылына ма. Ынтықпын сырына да, жырына да, құладөз құлан жортқан қырына да, мәңгілік бесігінде тербелерміз. Бір күні бет бұрылса құбылаға, айналар қара түнге түскен іңір, түнерген қасіреттей іштегі бір, тұңғиық сыр түбіне жете алар ма, шолтиған қысқа жіктей қысқа ғұмыр. Тілектің бола бермес бәрі сәтті, тек сіздер бұл қазақты тағы сатты, алайда жердегінің қолы жетпес, планета ғарышта жүр, қаны шақты. Жұлдыздай жарқыратып ел санасын. Лондонға барғанымда шығадалға, таң қалған Черчилл сонда бұл адамға. Қазақтың бәрсі сейбейтпеден, бұлай деп жауап берген сұрағанда. Тәңірі зор денелі иықтетті, Черчиллдің сұрағына күйіп кетті. Мінбеде тұрғанымда мүдірместен, менің халқым менен де биік депті.
тіріде Құдай болған құндай да бол. Қалыпты бұл дүниеде кім байланып, талайы данышпанның тасқа айналса, ұшып жүр біздің қаныш күнді айналып. Осылай деп жырлапты Ерғалиев, жасынан қанат қаққан тауға биік, Алтайға Атыраудан самғап ұшқан, ішінде ақындардың ол да қиық. Болмысы сүттен таза, нұрдан жарық, бақытты Сәтбаевты туған халық, атасы сол деп қазақ ғылымының айтады, сұрасында кімнен барып, тұратын жарқыратып алыстарды, үлгісі ұлылықтың қаныш мәңгі, Құдайға мың рахмет бере салған қазаққа осындай бір данышпанды. Сәтбаев ғұмыр кешкен міне қандай, кім сірә ғалам сырын біледі ондай. Көз салып кең әлемге Елордадан қарап тұр ескерткіші тірі адамдай. Bye.
оқушылар, бүгін бізде бір үлкен іс-шара өтті, өздеріңіз куә болдыңыздар. Қазақ халқының кемеңгер ұлы, данышпан, Қазақ СССР ғылым академиясының негізін қалаған және тұңғыш президенті болған Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 125 жылдығы қарсаңында мектепте мұражай аштық. Мұражайға ел ағалары келіп, өздерінің батасын беріп кетті. Бұл әрине біздің мектебіміз үшін үлкен зор құрмет. Жалпы мұражайды ашудағы мақсатымыз оқушылардың бойына Қаныш Сәтпаевтың өнегелі өмірін, еңбек жолын насихаттау, көрсету, оқушылардың отансүйгіштік, ел жандылыққа баулу мақсатында біз осы мұражайды ашып отырмыз. 2021 жылдың 4 қарашасында өздеріңіз білесіздер, біздің мектебімізге академик Қаныш Сәтпаевтың есімі берілді. Осы кезден бастап біз біраз жұмыстарды жасап жатырмыз сіздермен бірге. Осы жерде қамқоршылық кеңес отыр, ата-аналар бар, барлығымыз бірігіп республикалық, қалалық үлкен семинарлар өткіздік. Қаныш Сәтпаев және Қазақстан ғылымы деген тақырыпта оқушылардың ғылыми жобалар сайысы жыл сайын 12 сәуірде дәстүрлі түрде Астана қаласы мектептерінің арасында өтіп отырады. Мен бүгін барлықтарыңызды, келіп жатқан қонақтарымызды ерекше рахметімді айтқым келеді. Алтын уақыттарын бөліп, жаңа министрдің өзі өте бір уақыт тығыз, оқу жылының соңына қарамастан келіп, мектебіміздің және мұражайының лентасын қиып кетті. Мәслихаттың төрағасы Каналиев мырза да, бұлардың барлықта қазір жұмыс барысындағы адамдар өте уақыттары тығыз. Ерекше алғысымызды білдіретін осы мұражайды ашу кезінде ақыл кеңесін беріп отырған, және біз өзіміз тасын ашқан екі тасты Оразақ Смағұлов пен академик Қаныш Сәтпаевтың тасын аштық. Осы тастарды осылай ашайық, осындай сөздер жазайық деп ақыл кеңесін беріп, және демеушілік көрсетіп отырған Қазақстан Республикасы Сенатының депутаты Қаныш Сәтпаев халықаралық қоры қамқоршылық кеңесінің төрағасы Алтынбек Нұқыл ағамызға зор ризашылығымызды білдіреміз. Бүгін сол анау алтын уақыттарын бөліп, Алматы қаласындағы Қаныш Сәтпаев мемориалдық мұражайының қызметкерлері Бақыт Жамалабай бастап, кеше келіп өткен. Мына бірінші қабаттағы экспонаттардың барлығы да сол музейден 40 экспонат әкеліп көрсетіп отыр. Бұл кісілермен де біздің мектептің арасында меморандум бар. Бұл кісілер кеше Көкшетау жақтан келе жатыр. Бүгін міне кешеден бастап бізде тұр, бүгін ертеңдер тұрады. Бұл көшпелі экспонаттар әр уақытта жаңарып отырады деп сенеміз. Сондай-ақ Қазақмыстан арнайы өкілдер келді. Жезқазған қаласында Қазақмыстан біз хат жазып, минералдарды алған болатынбыз. Осы Астана қаласындағы өкілдер келіп отыр. Жезқазған қаласынан, сондай-ақ Жаңарқа, Ұлытау облысының Жаңарқа ауданынан арнайы делегация келді. Осы жерде отыр деп ойлаймын, ол кісілерде. Яғни отыр осы мұражайымыздың ашылуын куәсі болып отыр. Осы азаматтардың барлығына зор ризашылығымызды білдіреміз. Бүгін біздің мектептің тарихындағы айтулы оқиғаға қатысып келген барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін, қажымас қайрат, толағай табыстар тілеймін. Рахмет.